Сәлем команда. Қазір мен сендерге Инстаграмнан әдемі қызықты фото видеоларды қалай галереяңызға қондырып алуға болатынын көрсетемін. Ол үшін Instasaf деген осындай приложенияны қондырып алыңдар Play Market'тен. Осындай Instasaf деген приложенияны. Енді мысалы Инстаграмға кіреміз. Әдемі фотолар мысалы керек, я? Әдемі фотолар іздейміз. Міне лупаға басамыз да, мысалы еда деп тамақтың әдемі фотоларын іздейміз. Еда немесе сосын еда деп дейміз да, метки дегенге басамыз. Метки дегенге баса, мінде өте көп нелер шығады. Мына жерде міне әдемі тағамдардың суреттері бар. Так. Так, мына жерден мысалы іздейміз, өзіңізге ұнаған әдемі фото таңдайсыз. Так. Так, мысалы мына фото маған ұнады. Енді 3 нүктеге басамын, скопировать ссылку деген бар. Мындай шығады сізде, жасылмен жазылған, осыған басамыз. Вставить и загрузить дегенге басамыз. Міне, загрузка болып жатыр. Міне, фотоңыз галереяда пайда болды. Осылай, мысалы, біреудің парақшасынан ұнаған фотоларды алуға болады. Немесе жұмыс жөнінде объявлениялар, мысалы, онлайн работа деп қазір жазсақ, соларды тауып аламыз. Мысалы, онлайн работа. Меткиға басамыз. Так, не, қаншама шықты, да? Біріншіге басып қараймыз. Мне дайын объявлениялар бар. Бизнес в Инстаграм или как выйти на доход. Так, приглашаю тебя в свою команду деген. Мына жерден дайын объявленияларды алуға болады. Так, также скопировать ссылку деп басамыз. Мындай жасыл шығады, осыған басып, ставить и загрузить дегенге басамыз. Міне, сіздің галереяңызда пайда болды. Енді, мысалы, видеоларды да алуға болады. Бүгін, мысалы, бізге Елена Туганова бүгін бізге видео обращение жіберді. Енді осыны мен өзім телефоныма қазір қондырып аламын. Так. Қазір маған кіреміз. Мына видео обращение, мына парақшасы. Мына видео обращениені қазір өзіме қондырып аламын. Также скопировать ссылку басамда, мынаған басып, вставить и загрузить дегенді таңдаймын. Қазір бұл видеода менің телефоныма қондырылады. Осылай, біреудің парақшасынан өздеріне ұнаған, сосын мысалы смешные видео деген бар, красивые картинки деген бар, сондай группаларға кіріп, әдемі фотолар, қызықты, күлкілі фотоларды салуға болады. Видеоларды қондырып, сосын өзіңіздің парақшаларыңызға саласыздар. Не, загрузка болып жатыр. Қазір қараймыз. Міне, мен галереямда пайда болды. Енді мен осыны өзімнің Инстаграм парақшасына қондырып аламын.